Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда біз осындай шапанның етегі мен жеңін қысқартатын жолын көрсететін боламын. Бірінші узоры түскен шапанның жеңін қысқартамыз. Ол үшін міне узорды бөлек алдым. Ортасынан 5 см қырқып алып тастадым. Өйткені бізде ұзындық 5 см-ге артық. Енді екеуінің ортасын жалғаймыз. Міне екінші жеңді де дәл солай узорын бірінші бөлек қырқып алып тастаймыз. Сосын ортасынан тағы да 5 см алып қырқып тастаймын. Міне екінші жеңді де дәл солай қырқып тастадым. Міне артық жерін узорымызда дәл сол күйінде қалдыру үшін мен жоғарғы жағынан алып тастағанды дұрыс көрдім. Енді осы қырқылған жеңдерді бір-біріне жалғап шығатын боламын. Енді біз етегін қырқуды бастаймыз. Мен өлшем бойынша белгілеп, міне сызып шықтым. Енді осы өлшем бойынша артық жерін қырқып алып тастаймын. Міне енді оверловка машинкасымен шетін тігіп шығамыз. Егер сіздерде оверловка машинкасы болмаса, зигзагпен тіксеңіздер де болады. Енді осыны тағы да 1 см-ге қайырып, және бір тігіс жүргізіп шығамыз. Осымен шапанымыз дайын. Сіздермен болған Меруерт. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.